Сәлем достар. Бүгінгі тақырып бала истерикасы. Бала истерикасы туралы видео түсірілген болатын. Ол видеоны сіздерге астына ссылкасын қалдырып кетемін. Бірақ бүгін бала истерикасы туралы тағы да бір екінші видео түсіргім келеді. Бала истерикасын басудың тағы бір жолын таптым деп айтсам болады. Бала истерикасын не себепті шыққанын алдыңғы видеода түсіріндірген болатын. Сол себепті сол видеоны қарап алсаңыздар болады ссылкадан. Ал енді бала истерикасының басу жолы, оны ең бірінші истерика шығарып келе жатқан кезінен бірден оны түсініп, оның айтқанын істей білу. Болмаса назарын басқа жаққа аудара білу дедік. Сонымен қатар балаға қатты ата-анасының вниманиясы жетпегендіктен болады екен. Яғни ата-анасы көңіл бөлу керек. Ата-анасының көңілі жетпегендіктен болады. Көңіл бөлу жетпегендіктен. Сол себепті ата-анасы көңіл бөлу керек. Әкесіне қыз немесе анасына осы 2,5-3 жасында, тіпті кейбіреулер 4 жасына дейін қатты бір мұқтаж болып жатады. Яғни көңіл бөлуге мұқтаж болып жатады. Яғни көңіл бөлу дегеніміз не? Ол баламен бірге ойнау. Баламен бала болып ойнау. Егер сіз баламен бала болып ойнасаңыз, балаға бір мезгіл бір көңіл бөлсеңіз, мейлі оған сөздер жаттатсаңыз да, мейлі онымен шар ойнасаңыз да, болмаса доп ойнасаңыз да, қуаламаша, жасырынбаша, қуырмаш, болмаса әшейін, сенің мұрның қандай, сен көзің қандай деп кеп жаңағы балаға сөйтіп сондай бір комплимент айтсаңыз да, балаға бұл кішкене көңілін жайландырады екен. Яғни ата-анасының көңіл бөлінуі өте төмен деңгейлі болғандықтан, ата-анасының қамқорлығын, көңілін сезінбегендіктен де балада өте көп сондай истерика болады. Сол себепті осыны басу үшін балаға қарқынды түрде көңіл бөлуіміз керек. Баламен бала болып ойнауымыз керек. Біз балаға ойыншық алып беруге міндеттіміз. Біз балаға киім-кешек киіндіріп, тамақ беруге міндеттіміз. Одан басқа не жетпейді бұған деп ойлауымыз да мүмкін да. Бірақ балаға ең басты керегі ол ата-ананың көңіл бөлуі, яғни баламен бала болып бірге ойнауы. Сол себепті де балаңыз да осындай истерика көп болып кетсе, онымен бірге ойнаңыз, онымен бірге әңгімелесіңіз. Тілі шықпаған бала болса да, енді сөйлеп келе жатқан болса да, өзіңіз сөйлей беріңіз. Ол сәл бір дыбысты айтса, сөз айтса, соңына дейін тыңдап, деп оны қоштап дегендей, онымен белгілі бір деңгейде контакт болу керек. Баламен бала болып ойнау керек, оның сұраған сұрақтарына жауап беру керек. Ол өзінің былайша айтқан сұрақтарына жауап ала білу керек. Тек қана ойыншықпен ғана қоймай, сол ойыншықты алып берген ойыншықтарыңызбен бірге рөлдік ойындарды ойнаңыз. Сізде кішкентай бала болып қуыршақ тербетіп, ол қуыршақ тербетсе, болмаса машина ойнаса, сізде бірге машина ойнап деген секілді. Бұл өте қатты баланың истерикасын басады. Баланың көңілі жайлана бастайды. Бала өзінің керектігін сезінеді. Баланың көңіліне жайлық пайда болып, балада жақсы көңіл күй пайда бола бастайды. Жақсы көңіл күй пайда болған бала истерика шығара бермейді. Сол себепті де балаға осындай көңіл бөлу арқылы, баламен бірге ойнау арқылы, баламен бала болып сөйлесу арқылы, бала болып жүріп күлу арқылы біз баланың истерикасын баса алады екенбіз. Әрине, көбісіміз жұмыстан шаршап келеміз, қойшы, бұған не жетпейді, мультик қоя салшы, телефон бере салшы дейміз. Бірақ мультик қойғаннан, телефон бергеннен баланың истерикасы басылмайды. Одан қатты еселенбесе. Сол себепті бұл бір баланың истерикасын басатын құрал емес. Баланың истерикасын басатын құрал ол сізсіз. Яғни ата-ана, әкесі ойнау керек, немесе анасы ойнау керек. Екеуісінің біреусі осындай әртүрлі рөлдік ойындар ойнау керек. Болмаса, аю болып, әртүрлі жануардың кейпінде болып, болмаса клоун болуға да болады, бала үшін, бір ойнатып, күлдіріп баланы. Крокодил болып, әртүрлі бір жануарлар болып, үй жануары болсын, түздің жануары болсын, сондай бір жануарларға салып, дауыстарын салып, осылай бір баламен осылай ойнасаңыз, онда баланың едәуір истерикасы кетеді. Болмаса ұшақ болып, қолдан бірдеңке жасап беріп, онымен бірге ойнап деген секілді. Ең бастысы баламен осылай тиімді уақыт өткізу, яғни көңілді уақыт өткізу баланың истерикасын өте жақсы басады.
Сол себепті де достар, менің ақпаратым пайдалы болса арнама жазылыңыздар, пайдалы болса бөлісіңіздер. Себебі көп ата-ананың өмірінде болып жатқан жағдай, бала истерикасына шыдай алмай баласын ұрып жіберіп қол сілтеп жатқандар да бар, иә, айғайлап кететін кездер де болып қалып жатқан ата-аналар да болады. Себебі біз білмейміз ол истериканы қалай басу керектігін. Сол себепті де осындай пайдалы ақпаратты сіздерді бөліседі деп ойлаймын. Пайдалы болса арнама жазылуды ұмытпаңыздар, себебі бала дамуына байланысты Құдай қаласа әлі де қызықты видеолар болады. Көргендеріңізге рахмет.